Hey, what's up everybody? I hope you all having a wonderful day. Сәлем, қалдарыңыз қалай? Күндеріңіз керемет өтіп жатыр деген үміттемін. Мен әдеттегідей сіздерге келесі видеомды жасадым. Ал бүгінгі көретін тақырыптарыңыз Tenses in English Language-дің жалғасы. Өткендегі видео естеріңізде болса, present tense-ті қарап өткенбіз. Ал бүгінгі көретіндеріңіз past tense. Past tense дегеніміз не? Бұл қазақ тілінде өткен шақ деп айтамыз. Бұл present tense-ке ұқсас негізі. Бұл да екіге бөлінеді. Past simple, past continuous деп. Ал past continuous деген идеясы болған кезде қандай бір іс-әрекет өткен шақта белгілі бір уақытқа мезгілге жалғасуын айтады. Немесе кейбір жағдайларда екі қимыл іс-әрекеттің біріккен кезінде де қолдануға болады. Грамматикасына қарайық. Ағылшын тілінде өздеріңіз білесіздер, қандай да бір сөйлем қайткен күнде subjectпен басталады. Subject дегеніміз өздеріңіз білесіздер, бұлар continuous болған кезде verbіміз to be, оған еще қимыл іс-әрекеттің етістігі қосылып, и оған ing қосылады. Мысалы, he, бұның бәрі present tense, ал өткен шақта isіміз was, көпшілік түріндегілер were боп, жекешелегілер was боп келеді. Мысалы, he was coming to our place. Ол біздің үйге келе жатқан. Мысалы, бір өткенде қай бір мезгілде болып жатқан істі айтады. Бұл жаңа айтып өттім, негізі екі қимыл іс-әрекеттің бірігуін, қимыл іс-әрекеттің бірігуінде қажеттенеді деп. Мысалы, бұған тағы да бір қимыл іс-әрекет осындай бір болып жатқан кезде осы да болған деген сияқты айтуға болады. Мысалы, he was coming to our place when I met him outside. Мысалы, мен оны сыртта кездестіргенде, ол біздің үйге келе жатқан еді. Белгілі бір қимыл іс-әрекет болып жатқан, ал оның үстіне тағы бір іс-әрекет түскен. Келесі, Jane was taking care of her children. Jane балаларына қарап жатқан еді. Қарап жатқан. Ал бұны толығырақ мәлімет беретін болсақ, Jane was taking care of her children when the phone rang. Телефон шырылдаған кезде, Jane балаларына қарап жатқан еді. The dog was barking at the strangers. Ит бөтен адамдарға үріп жатқан. Тағы да қосымша мәлімет беруге болады. Мысалы, the dog was barking at the strangers at night. Түнде ит бөтен адамдарға үріп жатқан. We were eating бешбармақ. Біз бешбармақ жеп отырғанбыз. Қашан? Бұл жерде тағы толығырақ мәлімет беруге болады. We were eating бешбармақ when he finally arrived. Ол ақыры соңы келген кезде біз бешбармақ жеп отырғанбыз. Nick and Jane were attending the same school. Nick және Jane бір мектепке барып жүрген. Ал толығырақ мәлімет. Nick and Jane were attending the same school while they were living in London. Лондонда өмір сүріп жүргенде Nick және Jane бір мектепке барып жүрген. I was improving my English language. Мен ағылшын тілін жақсартып жүргенмін. Толығырақ айтуға болады. I was improving my English language while I was in the States. Мен ақшта болғанда ағылшын тілімді жақсартып жүргенмін. Past simple. Бұның идеясы қандай бір іс-әрекет өткенде болып кеткен. Сөйлем құрау үшін subject келеді и verb келеді. Ескере кететін жағдай, бұл жердегі verb етістігіміз екі түрге бөлінеді. Regular, irregular. Regular'ымыз қандай да бір етістікке оны өткен шаққа айналдыру үшін ed деген жалға қосып келеді. Мысалы, learn, үйрену, learned, үйренді. Look, қарау, looked, қарады. Research, зерттеу, researched, зерттеді. Announce, хабарландыру, announced, хабарландырды. Spill, төгу, spilled, төкті. Мысалы, I learned my lesson. Бұл жерде сөзбе-сөз аудармаймыз, мағынасын аударамыз. Мен сабағымды үйрендім емес, мен сабақ алдым. Мысалы, қандай бір оқиғадан бір адам өзіне бір түйіндеме жасап, қатесінен бірдеме үйренсе, ағылшынша I learned my lesson деп айтады.
Келесі irregular. Irregular дегеніміз бұл жерде етістік сөз толығымен өзгеріп кетеді. Белгілі бір сөздер бар, осы сөздерді сіздер жаттауға тура келеді, жаттамайынша басқа жол жоқ. Мысалы, learn, жаңа айтып кеттім, үйрену, learned, үйренді. Бұл жерде негізі екеуі де дұрыс. Өздеріңіз білесіздер, British English and American English деп екіге бөлінеді. Кейбіреулері learned, ed деп жалғап айтады, ал кейбіреулері learned деп айтады. Енді бұндай бірнеше сөздер бар. Бұлардың бұлы теріс, бұлы дұрыс деп айтуға болмайды. Екеуінде қабылдап, екеуінде біліп жүрген дұрыс. Келесі see, көру, saw, көрді, teach, үйрету, thought, үйретті, think, ойлану, thought, ойланды, write, жазу, wrote, жазды. Мысалы, he thought that it was easy. Ол бұл оңай болады деп ойлаған. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. Так, review. Жаңа өткендерімізді кішкене қысқаша түйіндеп өтейік. Past tense'іміз екіге бөлінеді. Past simple, past continuous деп. Past simple'дың сөйлем құрағында екі түрі болады. Біріншісі to be қажеттенген кезінде, яғни өздеріңіз білесіздер, ол быть, адам кім екенін айтады, иә? Ал бұл жерде кім болғанын айтады. I was a teacher. Мен мұғалім болдым. John was British, not American. Джон американдық емес, британдық болды. Action, действие болған кезінде I thought English. Мен ағылшын тілін үйреттім. She thought it was you. Ол сен екен деп ойлап қалды. Ал past continuous болған кезінде ing қосып айтамыз. I was teaching English language last year. Мен өткен жылы ағылшын тілін үйретіп жүрдім. Осымен тақырыбымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген үміттемін. Ал егер де қандай да сұрақтарыңыз болса, комментарияда қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Келесі кездескенше, take care of yourselves and have a good one. Bye-bye. I'm everything I am because you